Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге Стамбулға келген кезде баратын керемет бір локациямен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Кешкі астан кейін құрбылармен бірге Стамбулдың атақты ауданы Ортакөйге келдік. Айтпақшы, абай болыңыздар, көліктің ішінен телефоныңызды шығарып осылай жан-жақты суретке немесе видеоға түсіріп жатқан кезде мотоциклға мініп алған біреулер қолыңыздағы телефонды тартып алып кетуі мүмкін. Сондықтан Стамбулға және жалпы Түркияға келген кезде барынша абай және мұқият болыңыздар. Көлігімізді ақылы автотұраққа тастап, мінекей туристердің арасына кең танылған Ортакөйдің керемет жеріне келдік. Бұл жер бастан аяқ Ортакөйдің танымал тағамдарына толы. Әр адымыңызды атқан сайын көресіздер. Кумпир, вафли, балмұздақ, мидия деген жазулар өте көп және өзіңізге керекті бағада сатып ала аласыздар. Осы жолмен жағалай жүре берсеңіздер, алдарыңыздан мынадай керемет әсем көрініс ашылады. Бұл халық арасында бірінші көпір деп аталып кеткен көпір. Бұрынғы атауы Бұғаз көпірі немесе Босфор көпірі деп аталған. Өздеріңіз білесіздер, 2016 жылғы 15 шілдедегі оқиғадан кейін, яғни әскери төңкерістен кейін бұл көпірдің атауы өзгерді. Көптеген адамдар осы көпірде қаза тапқаннан кейін, шахид болғаннан кейін, бұл көпірді сол кісілердің рухына тағзым ретінде 15 шілде шахидтер көпірі деп аталып кетті. Айтпақшы, 2016 жылы мені дәл осы жерде тұрып, әскери төңкерістің куәгері атанған болатынмын. Мінекей туристер үшін өте бағалы көріністердің бірі Мәрмәра теңізіне ашылған көрініс. Әрине, камера бұл сұлулықты сіздерге жеткізе алмайды. Өздеріңіз келіп, өз көздеріңізбен көрулеріңіз шарт. Сондықтан да Стамбулға келген кезде міндетті түрде осы жерге келіп, жақсылап суретке түсіп алсаңыздар болады. Айтпақшы, тап осы жерде Ортакөйдегі атақты мешіттердің бірі бар. Теңіз жағалауында орналасқан. Түркше атауы Бүйік Мечиди Жами деп аталады. Яғни үлкен Мечиди мешіті. Жами дегеніміз мешіт деген сөз, яғни жемаат эви, яғни жамағат үйі деген сөздің қысқартылған түрі. Ал енді біз Ортакөйдегі атақты тағамдарының бірі кумпир деп аталатын тағамды жеуге бара жатырмыз. Жол бойы негізі толып тұр, бірақ бағаларына қарай, орналасқан жеріне қарай өзіңіз таңдайсыз. Қазір қайда барғанымызды сіздерге көрсетеміз. Бұл жерге келсеңіздер, міндетті түрде вафли және кумпирдің дәмін татып көріңіздер. Merhaba. Что-то. Oturarak sipariş verebilirsiniz abla. Мінекей біз кумпирге тапсырыс бердік. Бір кумпир 100 лира, яғни теңгеге шаққанда 2300 теңге мағдарында. Және шай алдық. Шай 25 лира болды. Әрине, басқа орындарға қарағанда әлдеқайда қымбат. Бірақ басқа жерлерден өте дәмді етіп дайындайды. Кумпирдің рецептісімен міндетті түрде арнамда бөлісетін боламын. Видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын.
Ал біз компьютерімізді жеп үйге қайттық. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет.